Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақтың темасы көп ағзалы һәм оның стандарт түрі. Алдыңғы сабақта біз сізбенен бір ағзалыны көріп шыққан едік. Енді сол бір ағзалардың алгебралық қосындысы көп ағзалы есептелінеді. Бұны түсіну үшін салыстырмалы мысал ретінде сөзбенен гәпті қарасақ болады. Гәп сөздерден түзілгендей көп ағзалы бір ағзалардан түзіледі. Мысал келтіреміз. Мәселен, 2a квадрат x қосылған bx алынған 7y қосылған 12. Міне бір ағзалар қосу һәм алу әмелдерімен біріктірілген. Бұндай аңлатпа көп ағзалы есептелінеді екен. Енді бұл жерде сұрау туылады. Біз бір ағзалардың қосындысы дедік қой, ал бұл жерде алу әмелі қатынасып жатырды. Бұл қалай болады десе, бұны түсіну үшін бұл көп ағзалына қосынды көрінісін келтіреміз. Жазамыз 2a квадрат x қосылған bx. Енді минус белгісімен жазылған бұл бір ағзалыны қосылмаға жазамыз. Қосылған, қосылмада минус 7y қосылған 12. Не көп ағзалы қосынды көрінісіне келді. Енді қосындының әрбір қосылушысы көп ағзалының ағзалары есептелінеді. Бұл жерде 4 қосылушы, яғни көп ағзалы 4 ағзада барады. Енді минус белгісімен жазылған бір ағзалар, бұлар теріс ағзалар есептелінеді. Астын сызып қоямыз. Ал минус белгісі болмаған ағзалар болса, олар оң ағзалар. Демек, бұл көп ағзалының бір теріс ағзасы, ал 3 оң ағзасы бар екен. Егер көп ағзалы 2 ағзадан түзілетін болса, 2 ағзалы, 3 ағзадан түзілетін болса, 3 ағзалы деп айтылады. Мысал келтіріп өтеміз. Мәселен, 3x квадрат қосылған 4. Бұл көп ағзалымыз 2 ағзадан түзілгені үшін бұл көп ағзалы 2 ағзалы деп айтылады. Жазып қоямыз. 2 ағзалы. 3 ағзалыда мысал келтіреміз. А қосылған Б квадрат алынған С. Демек, бұл көп ағзалымыз 3 ағзадан түзілген. Демек, 3 ағзалы деп айтылады. Жазамыз 3 ағзалы. Көп ағзалыда ұқсас ағзалар деген түсінік бар. Бұл не дегені? Ұқсас ағзалар деп өзара тең яки тек коэффициенттермен ғана парықланушы ағзаларға айтылады. Мәселен, xy көп һәм xy көп. Бұлар өзара тең, демек бұл ағзалар ұқсас ағзалар есептелінеді. Кейінгісіне қарайық, минус 5bc һәм 7bc. Бұл ағзалар тек қана алдындағы коэффициенттермен ғана парықланып тұрғанлығы үшін бұларда ұқсас ағзалар есептелінеді. Енді төменде берілген мына көп ағзалының ұқсас ағзаларын анықтап көрейік. Қайсылар ұқсас, қайсылар ұқсас бола алмайды. Бұл жерде бірінші, яғни 6ab һәм минус 4ab-лар ұқсас ағзалар. Себебі бұлар тек қана алдындағы коэффициенттермен ғана парықланып тұрды. Кейінгісі, бұл жерде минус 3y, 5y һәм минус 10y-лерде ұқсас ағзалар. Бұл жерде бұның 4-ші дәрежесі минус 18, бұларға ұқсас ағзалар жоқ. Не достар, ұқсас ағзалар қандай болуын көрдік, енді кейінгі түсінікке өтеміз. Көп ағзалының стандарт түрі. Барлық ағзалар стандарт түрде болып, ұқсас ағзалар болмаған көп ағзалы айтылады. Мәселен, мына 2 берілген көп ағзалы қарайық. Бұл 2 көп ағзалыда әрбір ағзасы стандарт түрде, ұқсас ағзалары жоқ. Демек, бұл көп ағзалар стандарт түрде берілген көп ағзалар есептелінеді. Енді стандарт түрде болмаған көп ағзалыны стандарт түрге келтіруге де мысал көрейік. Мәселен, мына берілген көп ағзалы стандарт түрде емес, енді бұл көп ағзалыны стандарт түрге келтіру үшін не істейміз? Баста стандарт түрде болмаған ағзалардың әрбір ағзасын стандарт түрге келтіріп, кейін ұқсас ағзалар болса, ұқсас ағзалар жинаймыз. Тең. Бірінші ағзасы стандарт түрде емес, енді стандарт түрге келтіру үшін бұл жерде әріп тәкрарланып жатырды. А. Демек, егер әріптер тәкрарланып болса, бір текарға алып, әріптерді алфавит тәртібінде жайластыруымыз керек. Жазамыз минус 2a квадрат b дейміз. Қосылған, кейінгі екінші ағзамыз стандарт түрде өзін жазамыз 3b квадрат. Кейінгі ағза, бұл да стандарт түрде емес, енді стандарт түрге келтіру үшін баста санларды көбейтеміз. 4-ке 8 көбейтсек 32, бірінші жазамыз. Әріптер тәкрарланып жатырды, бір текарға алып, әріптерді алфавит тәртібінде жайластырамыз. Сонда a квадрат b болады. Кейінгі ағзамыз минус 15. Не? Бұл көп ағзалының әрбір ағзасын стандарт түрде болмаған ағзаларын стандарт түрге келтірдік. Енді қараймыз. Ұқсас ағзалар болса астын сызамыз. Бұл жерде бірінші һәм үшінші ағзалар
ұқсас ағзалар есептелінеді. Енді ұқсас ағзалар жинауымыз керек. Ұқсас ағзалар қалай жиналады? Демек, ұқсас ағзалар үстінде қосу алу амилдерін орындап бір ағзаға келтіріледі. Бұл жерде енді харіптерге e'tibor берместен тек қана алдындағы коэффициенттерменен қосу яки алу амилдерін орындап оларды бір ағзаға келтіреміз. Бұл жерде 32-ден 2-ні алсақ 30 болады. Жазамыз тең. 32-ден 2-ні аламыз. 30 а квадрат б қосылған 3б квадрат алынған 15. Не берілген бұл стандарт түрде болмаған көп ағзалыны стандарт түрде келтірдік. Кейін түсінікке өтеміз. Көп ағзалының дәрежесі. Көп ағзалы кіруші ағзалардың ең үлкен дәрежесі көп ағзалының дәрежесі болып есептелінеді. Мәселен, мына берілген көп ағзалының дәрежесін анықтау үшін енді осы көп ағзалы кіруші әрбір ағзасының дәрежесін анықтап, солардың ішінде ең үлкені бұл берілген көп ағзалының дәрежесі болып есептелінеді. Енді бұл көп ағзалы кіруші ағзалардың дәрежелерін қалай анықтаймыз десе, біз алдыңғы сабақта бір ағзалардың дәрежесін анықтауды үйрендік. Ане соған текарана бұл бір ағзалардың дәрежесін анықтаймыз. Бір ағзалардың дәрежесін анықтауда білесіздер, демек санның дәрежесі алынбай, тек қана бір ағзалы кіруші әріптердің дәрежелерін қосындысын аламыз. Бірінші ағзасынан бастайтын болсақ, 3а-ның 4-ші дәрежесі bx квадрат. 3-ті есепке алмаймыз. 4-ке 1-ді қосамыз, 2-ні. Қосындысы 7 болады. Демек, бірінші ағзаның дәрежесі 7 болып есептелінеді екен. Кейінгісі 0,5 y-тің 9-ші дәрежесі. 9-ші дәреже аламыз. Демек, екінші ағзамыз 9-ші дәрежелеген. Үшінші ағза 2-ның 4-ші дәрежесі, бұның 3-ші дәрежесі с. Бұл жерде санның дәрежесі алынбайды, сонда 3-ке 1-ден қосамыз. 3 қосылған 1, 4 болады. Бұл ағзаның дәрежесі 4 екен. Кейінгісі 13x дәрежесі 1 жазамыз. Санның дәрежесі алынбайды. Енді бұлардың ішінде ең үлкені 9. Демек, бұл 9-ші дәреже, бұл көп ағзалында дәрежесі болып есептелінеді. Жазып қоямыз. Бұл көп ағзалымыз 9-ші дәрежелі көп ағзалы болып есептелінеді. Енді достар, көп ағзалы тиісті мағлұматтар көріп шықтық. Енді мысалдар өтеміз. Достар, енді көп ағзалы мысалдар көреміз. Мына бірінші мысалдан бастайық. Бұл мысалда берілген көп ағзалыны стандарт түрге келтіріп, кейін оның дәрежесін анықтаймыз. Енді бұл көп ағзалыны стандарт түрге келтіру үшін баста әрбір ағзасын стандарт түрге келтіріп алуымыз керек. Бірінші ағзасынан бастаймыз. Бұл бір ағзалыны стандарт түрге келтіруде білесіздер, демек бастағы санларды көбейтіп алдына жазуымыз керек. 0,3-ті 4-ке көбейтеміз, 1,2 болады. Жазамыз. Енді тәкрарланушы әріплерді бір текарға алып, дәреже көрсеткіштерін қосып, әріплерді алфавит тәртібінде жайластыруымыз керек. А бұдан алдын келеді. А-ны жазамыз. 2 мәрте тәкрарланып отырыпты. Біріншінікінің дәрежесі 1, кейінгісінікі де 1. Екіні қосатын болса, екінші дәрежелі болады. Енді Б-да 2 жер тәкрарланып отырыпты. Біріншінікінің дәрежесі 2, кейінгісінікі 1. Екіні қосатын болсақ, бұның 3-ші дәрежесі болады. Алынған кейінгі екінші ағзасын стандарт түрге келтіру үшін санларды көбейтеміз. 3-ке 8 көбейтсек 24 болады. А бұл жерде 3 мәрте тәкрарланып отырыпты. Жазамыз. А-ның біріншінің дәрежесі 4, 1 болатын болса, олма қосатын болса 6-шы дәрежелі болады. Кейін бұны жазамыз. Қосылған 3-ші ағзасы. Бұл енді бір ағзалды сан бір жерде келіп отырыпты. 2-ның өзін жазамыз. А 2 жер тәкрарланып отырыпты. Біріншінікі 1, кейінгісінікі 1. Екіні қосатын болса, А-ны 2-ші дәрежесі болады. Б 2 жер тәкрарланып отырыпты. Біріншінің дәрежесі 1, кейінгісінікі 2. Екіні қосатын болсақ, Б-ның 3-ші дәрежесі болады. Міне, әрбір ағзасын стандарт түрге келтірдік. Енді қарайық. Ұқсас ағзалар бар ма? Бұл жерде бірінші менен 3-ші ұқсас ағзалар. Енді ұқсас ағзалар жинауымыз керек. Ұқсас ағзалар жинаған уақытында демек, ұқсас ағзаларды қосу алу арқылы олар бір ағзалы келтіріледі. Бұл жерде енді екіні қосатын болсақ, 1,2-ге 2-ні қосамыз, 3,2 болады. Енді әріптер жазамыз. А-ның 2-ші дәрежесі, бұның 3-ші дәрежесі. Алынған 24, А-ның 6-ші дәрежесі Б. Берілген бұл көп ағзалының стандарт түрге келтірдік. Енді бұл көп ағзалының стандарт түрдегі көп ағзалының енді дәрежесін анықтаймыз.
Дәрежесін анықтауда енді har bir ағзасының дәрежесін анықтап алуымыз керек болады. Бұл жерде бір ағзаның дәрежесін анықтайтын болсақ, тек харіптердің дәреже көрсеткіштерін қосамыз. 2-3-ті қоссақ 5, санның дәрежесі алынбайды. Бұл ағзаның дәрежесі 5, кейінгісіні есептейтін болсақ, 6-ға 1-ді қосамыз 7. Ең үлкен дәрежесі 7, демек бұл көп ағзаның дәрежесі 7-ші дәреже екен. Жазып қоямыз. 7-ші дәрежелі. Кейінгі мысал. Енді бұл мысалдағы көп ағзалыны тек стандарт түрі келтіреміз. Стандарт түрі келтіру үшін қарайық, бұл жерде тек har bir ағзасы стандарт түрі, тек қана ұқсас ағзаларын жинауымыз керек, егер бар болса. Ұқсас ағзалар бар, астарын сызайық. 2y-дің 6-шы дәрежесі, минус 6y-дің 6-шы дәрежесі. Кейінгісі енді минус 4y куб, плюс 4y куб. Бұлар да ұқсас ағзалар, бірақ бұлар өзара бір-біріне қарама-қарсы болса, бір-біріне алынып нөлге тең болады, бұлардың үстінсіз сызығым болады. Енді жинаймыз. 2-ден 6-ны алсақ, минус 4 болады, y-дің 6-шы дәрежесі. Енді минус y-дің 5-ші дәрежесі деп жазамыз. 7-ден 5 алсақ, 2 қосылған 2 деп жазамыз. Үшінші мысалдағы демек берілген бұл көп ағзаның стандарт түрі келтіреміз. Ағзалары стандарт түрде емес, баста ағзаларын стандарт түріне келтіріп аламыз. 14-ке 2-ні көбейтеміз, 28 болады. X, y-дің квадраты. Кейінгісі минус 5-ке 3-ті көбейтсек 15, x-дің квадраты y болады. Енді төмене жазамыз. Бұл жерде минус x квадрат y қосылған 6x y-дің квадраты қосылған 3 тең. Ұқсас ағзаларын жинаймыз енді. 28 x y квадрат бұған ұқсас бар, төменде. Астын сызып қоямыз. Кейін бұл жерден бар екен. Ұқсас ағзаларын астын сыздық, енді ұқсас ағзалар жинаймыз. 28-ге 6-ны қоссақ 34 болады. 34 x y-дің квадраты. Енді минус 15 минус 1. Екінің қосындысы минус 16 болады. X квадрат y жазамыз, енді ақырғында сан қосылған 3. Бұл көп ағзаларында стандарт түрі келтірдік. Кейінгісін өтеміз. Бұл мысалда да демек ағзаларын стандарт түрі келтіріп аламыз. Бірінші ағзасынан бастаймыз. 3-ке 4-ті көбейтсек 12, ab квадрат болады. Кейінгісі 0,10-нан 8-ге 4-ті көбейтсек 3,12 минус 3,12 b куб. Кейінгісі минус төменге жазамыз. 2-3-ті көбейтсек 6 болады. 6 ab квадрат. Қосылған 3 b куб болады. Ақырында алынған 1 тең. Ұқсас ағзаларын анықтайық. Бұл жерде 12ab квадрат әм минус 6ab квадрат бұлар ұқсас. Кейін және бұл жерде минус 3,12 b куб әм 3 b кублар ұқсас ағзалар. Ұқсас ағзалар жинаймыз. 12-ден 6-ны алсақ 6ab квадрат. Енді минус 3,12 плюс 3. 3,12-ден 3-ті аламыз, 0,12 алдына минус жазамыз. Минус 0,12 b куб. Алынған 1. Бұл көп ағзаларында стандарт түрге келтірдік. Достар, көп ағзаларын стандарт түрге келтіру, һәм олардың дәрежесін анықтауға мысалдар көрдік. Достар, ұсынумен бүгінгі сабақты жұмақлаймыз. Видео пайдалы болмаса лайк басып, каналға ағза болып қойын. Кейінгі сабақтарда көріскенше.